Солтүстік Қазақстан облысының білім және ғылым алтын қоры өрлеу акционерлік қоғамның филиалы педагогтер әулетінің форумын ұйымдастырды. Ұйымдастырушылардың сөзінше, іс-шара педагогика кәсібінің қоғамдық әлеуметтік мәртебесін нығайтуға бағытталған. Бүгінгі форумға 20 әулет қатысып отыр. Алайда одан да көп болады деп жоспарлаған едік. Әулеттер бірнеше номинация бойынша өнер көрсетеді. Мысалы, біздің жарқын жұлдыздарымыз номинациясы. Әулет өздерінің отбасыларындағы ең жақын адамын көрсетеді. Немесе белсенді азаматтық ұстаным номинациясында мүмкін бір әулетте депутаттар немесе әлеуметтік саладағы бір адамдар соны көрсете алады. Нина Павловна Безрукова орыс тілі пәнінің мұғалімі, педагогикалық еңбек өтілі 38 жыл. Нина Павловнаның сөзінше, әулеттеріндегі қожайын оның үлкен ағасы Геннадий Филатов. Нина Безрукова өзінің ата-бабаларының жолын қуған. Әулет өкілдерінің сөзінше, өмір бойы шығармашылықпен айналысып, балаларды тәрбиелеген, оларды жақсылыққа, ақылдылыққа үйреткен. Біздің ойымызша, біздің ағамыз Геннадий Павлович көп жылдарын педагогикалық қызметке арнаған. Көбінесе қоғамдық жұмыстарға белсене араласқан. Мұғалім бұл игі іс. Балаларды тәрбиелеуде игі істердің бірі. Бала кезімнен мұғалім болуды армандадым. Қызылжар ауданынан келген Городецкая әулеті де осы сайысқа қатысып отыр. Олар өздерінің кәсіби қызметтері жайлы бейнефильм мен деректі көрме ұйымдастырды. Бүгін осы форумда барлық педагогтер әулеті жиналған. Біз Городецкая әулетінің атынан келдік. Тағдырдың жазуымен Қазақстан жерінде ата-анамызбен бірге келдік. Біздің педагогтық қызмет жолымыз Белоруссия елінде тұрған тәтелерімізден тараған. Ауылда сен қарапайым адам емессің, барлығының көз алдында жүрген мұғалімсің, сенен бәрі үлгі алады. Облыстық форумға білім басқармасының мамандары, қоғамдық ұйым мүшелері мен студенттер қатысты. Сарбина Сакишева, мен Сұлу Асылхан, Первый Северный.